Бүгін бізде жаттығу сақ дейміз алында. Бүгін жаттығу күрес соңында және спарринг болады. Менің жаттығуымды көріңіздер. Балғынның мықты тұстары әмбебап жауынгер, барлық тік тұрып та, жерде де, күресте де барлық өзін еркін сезінеді. Және де тәжірибесі көп, жаңағы UFC-дің талдау жарыстарына шыққан, бірнеше жекпе-жек өткізген. Нұрбек, ол да қазақ, мен де қазақ. Мен үшін енді ыңғайсыз болады, бірақ та енді осы Қазақстанға келіп маған жарыс өткізу, осы жаққа танылу керек болып отыр. Сондықтан маған да осы жекпе-жек өте маңызды болады. Нұрбекке де маңызды, сондықтан біздің жарысымыз өте қызғынды болады деп ойлаймын. Бұл тек спорттық қызығушылық, басқа ештеңке емес. Сондықтан бәріміз бір-бірімізді қолдайық. Қайда болсақ, әр қазақ жалғызым дейді ғой. Қарсыласының жекпе-жектерін көрдім. Баста маған хабарласып, осы белдікке ұрасың дегенде, суреттерін жіберіп, есімін жіберіп берген кезде мен тексеріп көріп, жарыстарын көріп, зерттеп, содан кейін мен менеджерім айтып, хабарласып, содан кейін біз ұратын болып келістік. Пойыз мен үшін өте маңызды деп ойлаймын, өйткені бұл жақтан да қазақтар мені көріп, танып, осындай білетін болады. Өзім де үміттімін осы пойызды аламын деген үміттемін. Бұйырса жекпе-жегімді күтіңіздер, көріңіздер. Соңғы жекпе-жекте жіберген қателіктермен қазір жұмыс жасап жатыр. Біздің Қазақстанға келіп, осы жақта мықты спарринг партнерлармен шығып, жаңағы өзінің бірінші номер болып жұмыс жасаймыз деп ошол келісіп жатырмыз қазір. Құдай қаласа, бұрынғы өткен қателіктерді ошол түзейтін болады. Қарсыласы Нұрбек бауырымыз, енді өзіміздің бауырымыз, таныс, жақсы танитын, өте мықты жауынгер, әмбебап. Бұрыннан осы шығып жүрген, менің Ұлан деген шәкіртім, мен де кезінде жекпе-жек өткізген. Сондықтан жоғары деңгейде бағалаймын. Мен бекерден бекер чемпион емес. Бірақ енді балғынның да тәжірибесі мол бұл жерде. Екеуі жақсы жекпе-жек болады деген ойдам. Мықтысы жеңсін, тек қана жігіттерге сәттілік. Дайындықты бастағалы бір айдан аса болып қалды. Баста сол қарсыласты берген алдында мен үй жақта өзім жекелей машығып жүрген болатын. Әзір осы жолы жарысыма Құбылан көмекші болып барады, және бастан аяқ сол маған көмектесіп келеді. Қазақстанның жанкүйерлерін сезініп жатырмын, барлығы жақсы жазып жатыр. Бұрындары Рути FC ұрғанда да қолдаушы болатын қазағым деп, және Абу-Дабиде UAE ұрғанда да көбі жазып, мен үшін қуанған болатын. Сондықтан маған бұл жақта жекпе-жек өткізу ұнайды. Енді белбеуді ұтуға толықтай шансы бар. Өйткені жаңа айтып өткендей үлкен лигаларда өнер көрсеткен, көптеген жарыс өткізген. Сондықтан бұл жерде 50-50 деп өзім бағалаймын. Балғынның тәжірибесіне жалпы сенемін өзім. Осы уақытқа дейін мені қолдап келе жатқан жанкүйерлеріме айтарым, осы айдың 27-сі Қазақстан Ақтау қаласында өтетін менің жекпе-жегімді күтіңіздер, мені қолдаңыздар. Мен осы жолы бұйырса белдікті аламын. Күнде осы жерден су аламыз.
салмақ теңшеп жүргенде біз суды көп ішкен дұрыс. Суды көп ішу арқылы денедегі майды, денедегі ауыр салмақтарды түсіруге болады. İşte балалар ашадасыр. Аш есікті. Кешке машық біткен соң өстіп аяғымызды уқалап тұрамыз. Аяқ шаршайды көбінесе. Жүріп, секіріп, көп қозғалған соң. Үйімізде 3 баламыз, бір ағам бар, бір қарындасым бар, мен ортадыңыз. Біз ауылда тұрамыз, кішкене күнде әкем-шешем мал бағып деген сияқты, атқа мініп, жылқы бағып деген сияқты. Кәдімгі қазақтың тұрмысы біз жақта. Жайлауға шығамыз кішкене күнімізде. Тайға мініп, бәйгеге мініп. Бір жағы шабандоз болған мен. Көп жыл шабандоз болған ба, өзіміздің бәйгелеріміз болған, соларға мініп шабандоз болып, талай сол аттан жығылып деген сияқты. Тайдан жығылып кішкене кезімізде. Содан кейін тақымымыз мықты болған. Тайбек ағай, ассалаумалейкум. Пойыз бізде Ақтөбеге келатыр, иншалла. Су жаңа чемпион Нұрбек Қабдрахман, қошеметтеріңіз ағайын. Алдынан, скажите, пожалуйста, как проходят тренировки Нұрбека? Жалпы Нұрбектің жаттығулары өте керемет, жақсы деңгейде өтіп жатыр. Күніне 2 рет күрес, ударка, барлық жан-жақты дайындықтар өтіп жатыр. Бүгін енді күрес күні, қазір содан кейін бұйыртса шамалы раскидка жасауымыз. Нұрбек, скажи, как проходит твоя тренировка? Тренировка жақсы өтіп жатыр, дайындығым жақсы. Осы 27 шілде күні Ақтауда бәрін өстеміз. Что у тебя изменилось по сравнению с подготовкой к прошлому бою? Что изменилось? Больше, наверное, ментальная часть изменилась. Начал еще усердно тренироваться. Осы соңғы бой сәтсіз өтті. Вы сами видели, был такой нокаут, нокдаун, да? Нокдаун? Был нокдаун, пропустил, упал. Этот бой показал мне многое, что теперь я усерднее тренируюсь, еще больше буду покажу все в клетке. Дастан, скажи, пожалуйста, как проходит тренировка Нұрбека? Нұрбек вообще дерзкий. Сегодня у него эти лапы, отработка и под соперника. Спарринг-партнером работает. Перешел ли он на особый режим тренировок или также 2 раза в день? Нет, еще 2 раза в день, когда 10 не останется, тогда перейдет. Как его состояние на данный момент? Самочувствие? Он в лучшей форме сейчас. И соперник хороший. Будет бомбовый бой. Как вы думаете, насколько вероятны шансы Нұрбека подраться в стойке и одержать победу? 100% деп айта аламын. Стойкіде Нұрбек мықты. Новый пояс наш, иншалла. Новый, найзаның пояс біздікі болады деген ойдамыз. Стойкіден де, күрестен де жан-жақты дайын болады, бұйыртса. Нұрбек ағай, прошла ли работа над ошибками после прошедшего поражения Нұрбека? Енді айтсақ десек, ол жерде қате болды, қате болғанда бірақ та қателіктің андай түпті несін айтқым келмей тұр қазір, түпті не себептен болған дегенді. Негізгі әрине, сол қателерді қарап
неден қандай себептен болған өзара шешіп оны түсінуге тырыстық енді в любом случае. Негізгі бұл қазіргі мына жекпе-жекке дайындалып жатқанымыз енді мына қытайлық қазақ бауырымыз тәжірибесі өте сондай жоғары, жекпе-жектері деген рекорд бойынша бірталай өткізген, соған қарағанда білімді жігіт болып тұр. Нұрбекке енді кәдімгі бір сондай сынақ болады, әңгіме жоқ. Енді Нұрбек соған дайын, бұйыртса жекпе-жегін көрсетеді. Енді тілекшіміз, сәттілік тілейміз Нұрбекке. Хочешь ярко вернуться, нокаутировать его или провести спокойный бой? Я как заранее не могу сказать, что я сделаю, да, но есть определенный геймплан, который составил мне мой тренер Айбек Шухотов. Будем придерживаться этого и чуть-чуть оставим интригу. Нурбек, хотел бы ты реванш с Киоси? Да, однозначно, по-любому, все уже спрашивают, когда реванш, когда реванш. Я думаю, в скором времени бой состоится.